Welcome back everyone. How are you today? Fine. Then let's begin our lesson. Достар, каналыма қош келдіңіздер. Қалдарыңыз қалай? Менің сабағымда менімен бірге болғандарыңыз үшін қуаныштымын. Ендеше сабағымызды бастайық. Are you ready? Дайынсыздар ма? Me too. Менде. Алдыңғы өткен сабағымызды қайталайықшы. Есімізге түсірейік, қане достар. Алдыңғы сабақта қандай әріптер өттік? Let's say together. Қане бәріміз бірге айтамыз. A, B, C, D, E, F. Good job. And today we're gonna learn about the letter G. Бүгін G әріпін үйренетін боламыз. This is a letter G. Бұл G әріпі. And this is a capital G. Бұл G әріпінің бас әріпі. And this is a lowercase G. Бұл G әріпінің кішкентай әріпі. G makes a sound G. 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 Now repeat after me. Қане қайталайық. G. 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 Я, қандай дауыс естіп тұрсыздар? G. Я, демек G әріпі G болып оқылады. G болып дұрысталады. Now friends, what begins with a letter G? G әріпінен қандай сөздер басталады? I wanna ask you a question. Сіздерден сұрағым келіп тұр. What do you see? Не көріп тұрсыздар? Қане алдыңғы сабағымызды есімізге түсірейікші. I see сөз тіркесін қолданайық, е? I see a girl. Мен кімді көріп тұрмын? Girl. Қызды көріп тұрмын. G, girl. Next. What's her name? Мына қыздың есімі кім? Let's spell it together. Қане бәріміз бірге әріптеп айтайық. Repeat after me. Мені қайталаңыздар. Grace. G-R-A-C-E. Grace. Okay, next. Мына қыздың көзінде не бар? Не көріп тұрсыздар? I see glasses. Glasses, яғни көзілдірік. G, glasses. Repeat after me. Қане қайталайық. G, glasses. The girl has a gift. Қызың сыйлығы бар екен. G, gift. Қалай ойлайсыздар? Қандай сыйлық? Okay. What color is the gift? What color is the gift? Сыйлықтың түсі қандай? Green. Жасыл. G, green. Сыйлық қорапшасында не бар деп ойлайсыздар? Yes, Gumble. G, Gumble. Gumble, a small ball of chewing gum that looks like a sweet. Gumble дегеніміз ол кәмпиттерге ұқсас сағыздар. Яғни ол сүйкімді қыз Grace досына Gumble алып келіпті. Себебі досы Gumble'ды жақсы көреді екен. Достар, сіздерге Gumble ұнайды ма? Okay. Now, let's get practice. Енді жаңағы өткен сөздерімізді бірге қайталайық. Менің айтқанымды мұқият тыңдап, қайталап отырыңыздар. G, go. G, Grace. G, glasses. G, gift. G, green. G, Gumble. Okay, friends, do you know that there are also some animals that start with the letter G? Достар, сондай-ақ G әрпінен басталатын аңдарды білесіздер ме? Ендеше мен сіздерге айтып беремін. Мұқият тыңдап отырыңыздар. Және жаттап алыңыздар. Окей? Келістік пе? Let's get started. This is a gorilla. No, gorilla. Есімі Garden. Gorillas are the largest apes in the world. They're very strong. Горилла маймылдардың ішіндегі ең ірісі. Олар өте күшті. I'm afraid of gorilla. Мен горилладан қорқамын. Сіздер ше? Okay, next.
goat. Ешкі. He's grazing on the green grass. Ешкі шөп жеп тұр. Қараңыздаршы, сондай сүйкімді екен, я? Ешкіден қорқасыздар ма? Мен қорқпаймын. Окей, келесі. Hear that pitched noise? That be from a grasshopper. Мына қатты дауысты естіп тұрсыздар ма? Бұл дауыс шегірткенің дауысы. Grasshoppers are insects that have powerful legs that let them leap all over the place. And they make that noise by rubbing their legs against their wings really fast. Шегірткелер, олар жәндіктер. Олардың аяқтары сондай күшті, олар барлық жерде ұшып жүреді. Және олар аяқтарын қанаттарына ысып сондай қатты дауыстар шығарады. Достар, сіздер бұрын білдіңіздер ме шегірткенің қатты дауысты қалай шығаратынын? Яғни қанаттарын бір-біріне аяқтарымен ысып шығарады екен. Сондай қызықты, жазда бәріміз естиміз ғой шегірткенің дауысын. Окей, келесін қарайық. A goose. Goose is a large water bird with a long neck and short legs. They're larger than ducks. Қаз бұл мойны ұзын және аяғы қысқа үлкен құс, және қаз үйрекке қарағанда үлкенірек болады. Okay, now let's read. Қане оқиық. Goats in the garden. Goats, ешкілер, қайда? In the garden. Бақшада. Eat all the grass. Eat, жейді. All the grass, барлық шөпті. All the grass. All the grass. Goats in the garden. Eat all the grass. Don't eat the glass. Шөлмекті жеп қойма дейді. Okay, next. Green. Spell, әріптеп айту spell дегеніміз. Let's spell it together. Қане бәріміз әріптеп айтайық, мені қайталап отырыңыздар. G-R-E-E-N. G-R-E-E-N. I know how to spell green. Green деген сөзді қалай әріптеп айту керек екенін білемін. G-R-E-E-N. Caterpillars are green. Құрттар жасыл. And grasshoppers too. Және шегіртке де жасыл. I know how to spell green. G-R-E-E-N. Okay, great job. Now friends, it's review time. Қане енді бәріміз бүгінгі өтілген сабақты бір қайталап шығайық. Say the name of the letter. Бұл әріптің аталуын айтыңыз. Бұл қандай әріп бүгінгі өтіп жатқанымыз? Бүгінгі өтіп жатырғанымыз G әріпі. Next. Say the sound of the letter. Енді бұл әріптің дыбысталуын айтыңыз, яғни оқылуын айтыңыз. G әріпі қандай дыбыс шығарады, яғни қалай оқылады? Г. Яғни G әріпі Г болып оқылады. Енді достар, бұл жерде айта кететін нәрсе, G әріпі екі түрлі болып оқылады. Біреуі Г болып оқылады, яғни Г дыбысын береді, бүгінгі сабақта өтіп жатырғанымыздай, және екінші Ж болып оқылады, бірақ біз оны алдағы сабақтарда өтетін боламыз. Окей, үй тапсырмасын ала қойыңыздар. Үй тапсырмасынан дәптерлеріңізге Ж әріпі Г болып дыбысталады, оқылады деп жазып алыңыздар, және жаңа сөздіктерді жаттаймыз. Окей. Менімен бірге Ж әріпін үйренгендеріңізге рахмет. Келесі сабақта H әріпін өтетін боламыз. Сабағымды міндетті түрде қараңыздар. Келесі сабақта жүздескенше. Бай.